Баршаңызға ассалаумалейкум. Каналыма хош келдіңіздер. Сіздермен бірге тәтті тізім каналы. Бүгін мен сіздерге керемет ыстық шайлардың бірі ташкентский шайдың рецебімен бөлісетін боламын. Және де бұл шай өте пайдалы әрі дәмді. Керемет боп шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар алдын ала дайындап алатын боламыз. Бізге керегі жалбыз, лимон, нават, қара шай, көк шай. Ең бірінші лимонымызды қиғаштап турап алатын боламыз. Ал ендігі кезекте наватымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді шайнегімізді аламыз. Шайнегіміздің ішіне лимонымызды жайғастыратын боламыз. Лимонымызды жайғастырып болғаннан кейін жалғызымызды салатын боламыз. Жалғызымызды салмастан бұрын ең алдымен жақсылап жуып, тазалап аламыз. Жалғызымызды салып болғаннан кейін үстінен наватымызды салатын боламыз. Наватымызды салып болғаннан кейін шайнегіміздің сүзгісін қойып, ішіне шайымызды салатын боламыз. Ең алдымен қара шайымыздан 2 қасық салатын боламыз. Одан кейін көк шайдан 2 қасық салатын боламыз. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Мінекей құрметті көрермендер, шайымыз да дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіздер. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментария бөлігінде өз пікіріңізді қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация батырмасын басып тіркеліп, міндетті түрде тіркеліп, сонымен қатар достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!